Сәлеметсіздер ма? 3/60 есебімізді шығарамыз. Пропорционалды коэффициентті тауып, кестендегі бос орынды толтырыңдар дейді. Бірінші есебімізде формуласын жазатын болсақ, y тең kx болады. Бізге енді мына k-ны табу керек. Сонда біз мына кестені толтыра аламыз. Енді бұл жерде x пен y болған, яғни осы мәндерді алып белгілі болып тұр. K-ны тауып аламыз. Y-тің орнына, мына формулаға қараймыз. Y-тің орнына 10 бөлінген 3-ті қоямыз. Және K-ның өзін қойып қояқ. X-тің орнына 5-ті қоямыз. Енді K-ны табамыз. K тең болады сонда 10 бөлінген 3-ке бөлеміз 5-ті. Яғни K тең болады 10 бөлінген 3 көбейтілген 1 бөлінген 5 болады. 5 пен 10 қысқарады да, яғни 2 бөлінген 3. K тең болды 2 бөлінген 3-ке. Енді бізде K белгілі болғандықтан, енді формула бойынша табамыз. Бірінші деп қойын, бірде бізде x белгісіз, y белгілі. Y минус 2 тең болады. K белгілі 2 бөлінген 3. X-ті табамыз енді. X тең болады минус 2-ге бөлеміз 2 бөлінген 3. Ол дегеніміз минус 2 көбейтілген 3 бөлінген 2 болады. 2 мен 2 қысқарады да, тең минус 3 қалды. Яғни x-іміз тең болды минус 3. Келесі екінші есебімізде 2 деп қойын. Y табу керек. Y тең болады 2 бөлінген 3. K-мыз белгілі. X-іміз минус 1 екен. Онда минус 2 бөлінген 3 болады. Минус 2 бөлінген 3. Келесі үшінші, тағы да Y-іміз белгісіз. Белгілі. Белгісіз 2 бөлінген 3 көбейтілген 1. X-іміз белгілі. 2 бөлінген 3. Яғни 2 бөлінген 3. Келесі төртінші деп қойын. X-ті табу керек. Y-іміз белгілі. 2 тең 2 бөлінген 3. X тең болады 2 бөлінген 2 бөлінген 3. Бөлшектің алымымен бөлімі ауысады. 2 көбейтілген 3 бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады да, тең 3 қалды. Яғни x-іміз 3-ке тең. Бұл бізде бірінші кестені орындадық. Енді екінші кестені толтыру керек. Бұда жаңа формуланы жазып қойын. Y тең kx. Енді бұл жерде k-ны тауып алу керек бізге. Яғни мына жерде x-те, y-те белгілі болған осы мәндерді алып, біз k-ны тауып аламыз. Яғни y-тің орнына минус 3-ті қояқ. K деп қояқ. X-тің орнына 5-ті қоямыз. Сонда k тең болады минус 3-ті бөлеміз 5-ке. K-мыз тең болады минус болады 0,6. Енді k-ны тауып алдық. K бізде 0,6-ға тең болды. Бұл қоршап қойын. Енді 1 деп қойын. Бізде x белгісіз, y белгілі екен. 1,2 деп y-тің орнына жазайық. K минус 0,6-ға тең болды. X-іміз белгісіз. Енді x табамыз. X тең болады 1,2-ні бөлеміз минус 0,6-ға. X-іміз тең болады. Яғни минус 2 болады. Минус 2. Екінші кестені толтырайық. Тағы да x-іміз, бұл жерде x-іміз белгілі екен. Y-іміз табу керек. Y тең минус 0,6, x-іміз минус 1 екен. Минус плюс болады, 0,6 болады. 0,6. 3 деп қояйық. Тағы да y табу керек. Минус 0,6 көбейту 1 екен. X-іміз. Сонда минус 0,6 болады. Минус болады. Төртінші, тағы да y табу керек. Y тең минус 0,6. X-іміз 2-ге тең екен. 2 6 12 1,2 минус болады.
минус 1,2. Келесі 5-ші есебімізде x-іміз табу керек, y-іміз белгілі. 2,4 тең k 0,6-ға x табу керек. X тең болады минус 2,4-ті бөлемін минус 0,6-ға. Сонда x-іміз тең болады. Яғни 4 деген плюс таңба шығады. 4. Мұнда 4. Келесі. Осымен аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен бірге көптеген есептерді шығаратын боламыз. Достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк қойыңыздар. Егер ұнаса комментарийға жазыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер.